Ертеде қалың ормандар мен сұрланған суық таулар артында өте әуесқой халық өмір сүріпті. Әр нәрсеге құмарлықтары соншалықты. Ел арасында оларда сұрақшылар деп атап кеткен екен. Әр сұрақшыларда қоңыраулары болған. Және ол қоңыраулары қауіп қатер төнгенде шырылдайтын болған екен. Сонымен қатар, сұрақшылар елінде басқа балаларға қарағанда өте ерекше бала өмір сүріпті. Ол баланың есімі Бом-бом. Ол өте көп кітап оқитын еді. Және де ол сыныптасы Элинаны қатты ұнататын. Антон Янскийдің шығармасының желісі бойынша. Сен неге кітап оқып отырсың? Жүр, бізбен ойна. Кітап өте қызықты. Мұнда теңіз қарақшылары және оның шытырман оқиғалары жайында жазылған. Әлгі кім еді? Портон капитан және оның командасы туралы жазылған. Әрине, шытырман оқиғалар өте қызықты. Бірақ үзіліс кезінде аулада ойнап жүрген қызықты емес пе? Элина, сен неге бұнымен әуреленіп жүрсің? Оның достары кітаптар емес пе? Аппен, сенің жұмысың қанша? Немене? Мә. Ей, сен не істеп тұрсың? Оқымысқа тіл бітейін депті ғой, Ой. Мен бе бұны істеген? Аппен, сен неге сонша дөрекі баласың өзі? Кітапты көтерде Бом-бомға бер. Аппен, сенің оның не? Ят емес пе? Иә, сендерге не дейін? Отырсыңдар әлгі. Полиглоттар секілді. Иә. Ей, сен неге сонша дөрексің? Немене? Ей, Ой, ал жатып демал ендеше. Байқасам көп кітап оқып қойған сияқтысың. Немене, өзіңді батырмын деп сезінесің бе? жоқ, батыр емеспін. Және сен сияқты қорқақ та емеспін. Аппен, сенің мұнда істейтін ісің жоқ. Өз күшіңді көрсеттің. Енді кете беруіңе болады. Жолың болды дей бер. Иә, өзіне де сол керек. Кеттік, Аппен. Бом-бом! Бом-бом! Әттеген ай. Айдаһарға айналып кеткенінде ғой. Сол кезде Аппелдің қалай сайрағанын көрер едім. Бірақ неге айдаһар? Онда менен Элина қорқып кетеді ғой. Онда неге айналсам екен? Батыр болсам ба? Я. Батыр болсам ғой. Бірақ қалай? Қалай батыр болсам екен? Иә. Мектеп нені үйретті? Нені? Еш нәрсені? Мектепте бұзықтар тиskеннен басқа еш нәрсе білмейді. Демек, сен ақылдысың ғой, Өй, сіздер соларға жақтасып тұрсыз ба? Қанша жыл өмір сүріп келем. Алайда өзің сияқты мазасыз сұрақшылды бірінші рет көруім.
Күлкілі емес ата, күлкілі емес. Қайырлы кеш, жақсылар мен жайсандар. Әке, мені атамның аралары шағып алды. Міне қара, ісіп кетті. Аралар қатташу болған секілді ғой. Мен ауылдың әкімі болғым келеді. Бәрекелді. Дегенмен саған алдымен өсу керек, көп оқу керек, ақылды дана болу керек. Иә, анаңмен мен де келсем. Бом-бом. Бұл әрине құрметтеуге лайығыз. Бірақ Тез болса ғой шіркін. Асыққанның соңы не болатынын көрдің емес пе? Жақсылыққа апармайды. Білем ата, барлық нәрсе менің қыңырлығымда. Тек жай ғана маған бір қызына. Және мен махаббат. Иә, бір нәрсе едіп сенің мәселеңді шешіп көрейік. Даналық іздесең, даналық ағашы. Дон, өтініш, тамақ үстінде ешқандай оқиғаларды қозғамай қойықшы. даналық ағашы. Айтып беріңізші, қызық секілді. Қалай болса да, бұл жай не бәрі? Жай ғана аңыз әңгіме. Менің ойымша, бом-бом ер жетті. Және аңыз әңгіме деген екенін жақсы түсінеді. Қалың орман артында, адам өте алмайтын батпақта, қалың тоғай орналасқан. Ең қалың ағаш сол тоғайда екен. Иә, ары қарай. Сол ағашты дрем деген құбыжық күтеді. Бір қарағанда өңі сұсты, тынысы сиқырланған, бірдемінен ұйықтап, қайта тұра алмай қаласың. Мен түсінбедім. Ал даналық қайда? Бом-бом, бұл жай ғана қиялдағы бос әңгіме. Ешқандай да даналық ағашы жоқ. Әрине аңыз. Тексеріп көретін аңыз. Рахмет әке. Иә, шынымен де қызық аңыз. Шынымен. Ал, кешкі астарыңыз дәмді болсын. Сабаққа бәрін алдың ба? Иә, бәрін алдым анашым. Элина, білесің бе, мен бүгін өмірімде болмағанға қадам басқалы тұрмын. Жоқ, бұны ешкімге айтпауым керек еді. Неге? Қандай қадам? Білесің бе, менің достарым жоқ. Даналық іздеуге барамын. Даналық? Даналық іздеуге? Оны саған кім айтты? Әкемнің айтуы бойынша, даналық іздесең, даналық ағашына баруың керек. Онда дрем деген. Бом-бом, ол әншейін аңыз ғана. Содан кейін, неге сенің досың жоқ? Мен сенің досың емеспін бе? Сен менің досым емессің. Сен менің... Бом-бом! Ондай бассыздыққа қадам баспа. Элина, не болды? Әлгі оқымыс досың тағы да алды-артына қарамай жүгіріп кетті ме? Сендер оны мазақ ете бергенше, жандарыңа дос етіп алмайсыңдар ма? Бізге ондай батырсымақ оқымыстылар керек емес. Сендерде бір, ол аңыз бойынша даналық ағашын іздеуге кетті. Ой, мен оны тек оқымыстыма десем, ол ақымақта екен ғой. Барсын, көрейік, не бітіріп келеді екен. Дрем ұстап ал, мойнын жұлып алсын. Достар, жүріңдер.
шомылуға барайық. Кеттік атпен. Мен қазір үйге қайтар болсам, өмірімнің соңына дейін доссыз өтем. Таналы қағашы да жайында қалмаған. Бүгін бармасам, Элина мені тағы да қолынан түк келмейтін қорқақ деп ойлап қалады. Аппел және оның достарының ойында оқымысты батырсымақ күйінде қалмақпын ба? Не де болса нар екен. Мен оған қалай болғанда да баруым керек. Ұрлап кетті. Барлығын ұрлады. Ұрылар, қолыма түсіңдерші қане. Естідің бе? Нені? Қоңыраудың үні. Қоңыраудың үні естілді. Қоңырауы нес? Сұрақсыз жалдар. Сендерді біздің жақтан көрмегелі көп болды ғой. Ағатай, әпкетай, неге сіздер ашулысыздар? Менің араларым бар еді. Мен де тіршіліктерін жасап, маған балдарын беріп отыратын. Мен оларды ұрылардан қорғап жүретінмін. Енді қорғай алмаған секілдімін. Ал енді олар да жоқ. Менің балсыз өмірім не болмақ? Мінекей, ала қойыңыз, көп емес бірақ. Маған ба? Иә. Ал жарайды, рахмет. Неге біздің бақшаға келіп тұрмайсыз? Онда бал аралары өте көп. Сіз келсеңіз, қонақ қып күтіп аламыз. Бұйыртса баратын боламын. Ал ендеше, рахмет саған. Сұрауға рұқсат ет. Қайда жол тарттың? Тоғайға бара жатыр едім. Бір нәрсені тексеруім керек. Тоғайға бару үшін батпақпен өту керек. Ал жалғыз көпірде сол батпақта орналасқан. Жақсылыққа жақсылық деген. Жүр, мен сені орман арқылы сол көпірге жеткізіп тастайын.
жүр. Араларыңызды тауып алуларыңызға тілектеспін. Рахмет. Сенің іздеп жүрген тоғайың әне анау тұр. Бірақ ары қарай мен бара алмаймын. Ренжіме. Әкеп тастағаныңызға көп рахмет. Ендеше кездескенше сау болыңыз. Сау бол, балақай. Жаным кеудеме шығып кете жаздады. Сезіп тұрмын. Сезем. Сұрақшылдың есі шығар. Неменеге көпірдің үстімен жүрсің? Не маған жем болғың келіп жүрме, а? Сен кімсің, ей? Сыңғырлап жатқан не нәрсе бұл сенің? Әпкетай, бұл сіздің көпіріңіз бе еді? Неге бұның үстімен жүруге болмайды? Мені жемей қоя тұрыңыз. Мен сізге тоқаш әкелдім. Қараш бәлем пысығын өзінің. Көпірдің үстімен менің жеке меншігім болған соң жүруге болмайды. Әлде сендер де өз беттерімен жүре береді ме? Дәл қазір-ақ жеймін өзіңді. Рахмет саған, кішкентай балақай. Мінеки, ала қойыңыз. Неменеге ақпай жатыр? Ал сіз бірінші оны жақсылап шайқаңыз бөтелкені, сосын барып қақпағын аша беріңіз. Немене нәрсе ойлап тапқансыңдар өзі? Қозғау керек пе тағда? Я, қозғаңыз. Кәс. Мына бала бүгін кешікті ғой. Не жағдай болып қалды екен, а? Бүгін кезекші шығар. Сонда да жүрегім бір түрлі болып тұр. Ана жүрегі деген осындай. Дон қайда жүр екен? Әкем мен анам, атам, барлығы шарқ ұрып мені іздеп жатқан шығар. Кеште қарайып кетті. Бірақ та мен қорықпаймын. Жоқ, мен қорықпаймын.
Бомбом қайда? Ол сабақтан кешікпеуші еді ғой. Аппел! Аппел! Уй, құш! Кеше ата-анасы менімен хабар алысты. Ол үйіне де бармаған. Соған қарағанда үйіне әлі де оралмаған ау шамасы. Мұғалім ол өзіне досы деп даналық ағашына тоғайға кеткен. Мүмкін оған келеңсіз жағдай туындаған шығар. Достар, барлығымыз іздейік. Қалай қарайсыңдар? Оны аю жеп қойған шығар. Іздегеннен не пайда? Аппел, неменеге жүрегін тас сенің. Ылғида бомбом туралы айта қалса, төбе шашың тік тұрады. Аппелдің не қатысы бар бұл жерде? Ол бәрімізге де ұнамайды. Қыздардан басқа. Бол тынышталыңдар. Барлығымыз сынып болып сабақтан кейін іздеуге шығамыз. Оқушылар, бүгінгі сабағымыз гүлдер жайында. Сендер гүлдерді қалай күту керектігін үйренулерің керек. Біліп жүрулерің керек. Түсінікті ме? Қайырлы таң, табиғат. Қайырлы таң, құстар. Мен саған айттым емес пе? Керек жоқ деп. Мен бұлай болып кететін қайдан білейін? Қайдан білейін? Ол әлі бала емес пе? Не нәрсеге болса да қызығушылық артып тұратын білесің ғой. Илья, мен жолға шығайын. Тіке тоғайға тартам. Менің бомбомым көп ұзамай келеді. Уайымдамаңдар. Ол батыл да батыр. Болашақ ауылымыздың әкімі ғой. Хе-хе-хей! Даналық ағашы! Өзіңнің даналығыңмен бөлісші! Басқалар мені мазақтамау үшін, сыйлау үшін! Ау! Мұнда біреу бар ма? Кім мені мазалауда? Кім маған кедергі жасауда? Кетіңдер бұл жерден. Әйтпесе жаман болады. Неге сіз тығылып отырсыз? Неге мен сізді көрмей тұрмын? Қазір мен түсейін, көрсетем мен саған. Ой. Мен қайдамын өзі? Орманда!
Ал сен кімсің? Мұнда Мен не істеп даналық жүрсің? ағашын іздеп жүрмін. Осы жерде деп естідім. Даналық? Жоқ, бұл жерде ешқандай даналық ағашы. Бұл жерде тек ағаштар, ал даналары жоқ. Қалай сонда? Сен аңыздағы дүрем емессің бе? Я, дүрем, бірақ қай аңыздан екенмін мен? Осында тұрамын. Қалай сонда? Аңыздағы дүремсің. Неге бұл жерде өмір сүресің? Ауылда емес. Менің тегімде, тайпамда жоқ. Және не үшін жалғыз? Міне, қара, менің ағаштарым Ал бар. сен достарың ше? Сенің даналық іздеп жүргеніңе қарағанда, өзіңде де дос жетісіп тұрған жоқ секілді. Әлде ішіндегі ең ақымағы сенсің бе? Менің досым жоқ. Негізінде бар Жужа, Парфуций, үйдегі ит пен мысығым. Және шытырманға толы көптеген кітаптарым бар. Қайда барасың? Сен енді айттың ғой, достарым жоқ деп. Демек саған даналық қажет. Мен саған бір нәрсе көрсетем. Білесің бе? Дос деген ол зат емес. Оларға жақын болудың қажеті де жоқ. Иә, ең жақсысы кітаптар. Білесің бе? Олар сенімен ойнамайды. Кітапта жазылғаннан басқа ештеңе де айтпайды. Міне саған даналық. Рахмет саған. Тыңдашы, менде де бір нәрсе бар. Мінеки, ала ғой. Рахмет. Дүрем, білесің бе? Ана жақта батпақ егесі жағымсыз кемпір мені жемекші болды. Мен оны алдап қашып кеттім. Бұл жолы сөз жоқ. Мен барсам, жейді. Ештең етпес. Орманнан шығатын басқа да жол бар. Ал мен оны салқын сусымен далдадым. Жарайсың. Сен ақылды бала екенсің. Сенің болашағың бар. Бом, бом! Қайдасың? Бом-бом! Бом-бом! Қайдасың? Қайда кеттің? Бом-бом! Бом-бом! Қайдасың? Бом-бом! Қайдасың? Бом-бом! Қайдасың? Бом-бом! Бом-бом! Қайдасың? Бом-бом! Қайдасың? Бом-бом! Қайдасың? Бом-бом! Бом-бом! Қайдасың? Бом-бом! Тоқта! Тоқта! Бом-бом осы аралықта іздеуді жалғастырайық.